Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің сабағымызда workbookпен жалғасады. Countable and uncountable nouns. Бұл жерде өткен сабақта біз an, the артиклі, some, any, much, many, a lot of сөздерін өткенбіз. Енді біз осыған байланысты тапсырмаларды ғана орындауымыз керек. Окей, exercise number 1. Бұл жерде тапсырма не істейміз? Берілген affirmative жай сөйлемде қандай қайсысын қолданады? Бұл жерде таңдап тиісті жеріне қоямыз, яғни негатив деген болымсыз сөйлемдегін және uncountable, countable-ды ескере кету керек. Окей, біздің мынау бірінші тапсырмамызда there is a lot of any rice болады. Екіншіден there is many немесе some деген, бұл жерде there is some болады. Some pasta. Себебі паста бізді саналмайды, сондықтан some'ды алдық. Ары қарай үшіншімізде бізде негатив келген екен. Негативте there isn't much cheese, many болмайды, себебі сыр бұл жерде саналмайды, сондықтан much'ты алдық. There isn't any water, any'ді аламыз, себебі біріншіден бұл жерде болымсыз сөйлем болып табылады, және де water су дегеннен кейін бұл жерде many болмайды, көп деген, себебі many бұл саналатын зат есімге қолданады, сондықтан any'ді алдық. Келесі countable. Countable-да бұл 5-те there are a lot of apples. Apples бұл жерде қарап тұрсаңыздар саналатын зат есімдер. Алманы санаймыз біз, сондықтан much'ты алмаймыз. Much ол саналмайтынға, сондықтан a lot of-ты алдық. Келесі there are some немесе any sweets деген, бұл жерде бізде some болады. Себебі any'ді қолданбаймыз. Any бұл жерде болатындай сұраулы немесе болымсыз сөйлем емес. Ары қарай there are not much crisps. Бұл жерде чипсыларды біз санамаймыз, сондықтан much'ты алдық. Ары қарай there are not any eggs. Any eggs. Бұл жерде не үшін any'ді алдық? Much'ты емес. Much себебі eggs дегеніміз бұл жерде жұмыртқаны санаймыз, жұмыртқа, ал much оған сәйкес келмейді. Сондықтан any'ді алдық. Және де any деген себебіміз бұл жерде болымсыз сөйлемде тұр. Окей. Next exercise number 2. Бұл жерде біз мына сөздің 10 сөз берілген, соларды көшіріп жазып, жанына countable немесе uncountable екенін тауып, әріппен мінекей көрсетіп қойған, солай етіп жазып қоюымыз керек екен. Бірінші, bean дегеніміз бұршақ, countable, cheese дегеніміз uncountable, chip дегеніміз countable, egg countable, milk uncountable, nut countable, pasta uncountable, soap сорпамыз санамаймыз ғой біз, сорпа uncountable, sandwich countable, water uncountable болады. Мінекей. Ары қарай exercise number 3. Бұл жердегі жаңағы өткен есімдіктердің барлығын қолданып, кестеге қарап, үлгіге берген, соларды орындап кетуіміз керек. Біріншісі, Carol doesn't eat any food for breakfast. Any болады. Екіншіде, for lunch he usually eats a lot of crisps. Кестеге қарап құрайсыздар ғой. Ары қарай, but he doesn't eat any fruit. Ары қарай, for dinner he doesn't eat many vegetables. But he eats some meat. At 10 o'clock, he often eats some ice cream. Бұл жерде қараңыздар, foodқа any'ді қойдық, себебі бұл жерде болымсыз сөйлем болып тұр, Ары қарай, мына жерде crisps қытырлақ картоптар a lot of болады, себебі crisps'ті мына қараңыздар көп жейді екен, сондықтан a lot of дедік. A lot of дегеніміз көп. Ары қарай фруктік жеміс-жидектер, бұл жерде any дедік. Не үшін? Себебі болымсыз сөйлем. Төртте many дедік. Көкөністер көп, көкөністерді біз санаймыз, сондықтан бұл жерде many деп алдық. Көкөністерді қараңыздар, бұл жерде енді біреу аз екен, бірақ мен many деп жаздым. Ары қарай 5-те some деп алдық. Не үшін? Себебі ол ет. Етті ол кішкене ғана етті аздап жейді деген сөз. Ары қарай 10-да ол балмұздақ жейді, балмұздақты да some деп алдық. Окей, next exercise number 4. Бұл жерде де
үлгіге қарап бұл жерде яғни үйде, мектепте, менің туған күнімде, демалыста, мейрамда деген сияқты не жейсің, не жемейсің, не ішесің, не ішпейсің, соны жазуымыз керек екен. Біз мына үлгіге қараймыз. Мінекей мен жазғаным бойынша, мысалға at home I drink some milk. Үйде мен кішкене аздап сүт ішемін. At school I don't eat any ice cream. Мектепте мен мүлдем балмұздақ жемеймін. On my birthday I eat a lot of pizza. Мен туған күнімде пиццаны көп жеймін. On holiday I drink much juice. Демалыс кезде, мейрам кезде мен шырын ішемін. In the winter I don't drink any cold water. Қыс мезгілінде мен мұздай су ішпеймін. In the summer I don't eat a lot of pasta. Ал жазды күндері мен пастаны жемеймін, себебі ұнатпаймын. On a picnic I eat some burgers and drink much tea. Пикник кезінде мен жаңағы біраз бургерлерді жеймін, және де көп шай ішемін деп жаздым. Окей, мінекей осылай құрайсыздар. Келесі exercise number 5. Бұл жерде тек қана артикльдерді қолданып жазуымыз керек, жаңағы ережеге сай. Алдындағы сабақта мен осы ережені айтып кеткем. N және Z артиклі. Ол былай болады. I always have a sandwich for my lunch. Болады. Екінші, do you like the food at your school? Yes, I do. Бұл жерде екіншісінде Z. Үшіншімізде I've got an apple and some crisps. The apple is nice and red. Бұл жерде үшіншісінде екеу болады, and болады, себебі apple'дың бірінші әріпі дауысты, сондықтан and қойдық. Ал мына жерде енді ол apple'ды қайта-қайта айта бергеннен кейін, бұл жерде Z қойылып тұр. Ары қарай төртте he sometimes buys a pizza at the weekend. Болады. Бесте do you like the pasta in that restaurant? The болады. Алтыда where's a school canteen? It's over there. Бұл жерде мектеп асханасын сұрап тұрғандықтан, бұл жерде артиклі қойылған. Ары қарай жеті she often has a fizzy drink in the park. Болады. Сегізде I've got 2 sandwiches for us. Do you want the cheese sandwich or the meat sandwich? Бұл жерде қараңыздар, не үшін meat-тің алдына Z қойылды, себебі the cheese, Z, сондықтан Z қайта-қайта Z деп қоямыз. Ары қарай тоғызда it's hot today. What do you like an ice cream? Бұл жерде I дауысты дыбыс болғандықтан N артиклін қойдық. Ары қарай соңында he's eating a burger and chips for lunch and the burger is very hot. Бұл жерде болады және де болады. Біріншісінде бұл бургерді бірінші айтып тұр, сосын қайта-қайта қайталаған соң Z деп артиклін қойған екен біз. Окей, балалар, біздің сабағымыз осымен аяқталды. Міндетті түрде мен арнама жазылыңыздар. Сабақты бірге орындаймыз. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.